Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Үрбіш Әмір, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тұшпара жасалу жолын көрсететін болам, оны мен қалай түйемін, өз әдісімен бөлісетін болам. Бұл тағамды біз отбасымызбен өте жақсы көреміз. Сонымен қамыры үшін жылы су, тұз, бір жұмыртқа және аздап сұйық май қосып, тұзы ерігенше кішкене араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнның барлығын қосамыз. Ақырындап қамырды илей бастаймыз. Менде осындай асхана комбайны бар. Егерде болса, не үшін қолданбасқа? Қолмен де дәл осылай илейсіз, бірақ барлық ұнды бірден қосып жібермеңіз. Егер барлығын бірден қосып жіберсеңіз, тағы да сізге ұн қажет болып, артық ұн қосып жіберуіңіз мүмкін. Ондай жағдайда қамырыңыз тым қатты болып қалады. Бізде міне қамыр дайын болды. Аса жұмсақ емес, тым қатты емес, орташа көлемде. Енді бұның бетін жауып, демалдыруға 20-30 минутқа қоямыз. Салмасы үшін сиыр еті және құйрық май. Бұлардың барлығын ет татқыштан өткізіп, енді оның үстіне пияз қосамыз. Пиязды блендерден немесе үккіштен ұсақтап өткізу керек. Кәдімгідей майда болу керек. Пияз қанша көп болса сонша жақсы. Сіздердің тұшпараларыңыз сочный дәмді болады. Енді бұның артық суларын осылай сито арқылы өткізіп аламыз. Артық сулардың барлығын. Етіміздің үстіне саламыз. Қара бұрыш, тұз қосамыз дәміне қарай. Енді жақсылап араластырамыз. Жалпы салманы қамыр жаюдың алдында дайындау керек. Ұзақ уақыт тұрып қалса, артық сулар шығып та былжырап кетуі мүмкін. Қамырымыз дайын, енді жаятын боламыз. Егерде тұшпара түйісетін адамдарыңыз болса, көмектесетін, осы қамырды бірденнен жайып, барлығын түйіп тастаған әрине ыңғайлы. Мен бір өзім болғандықтан осылай 4 бөлікке бірінші бөліп аламын, кіші-кіші. Осы жерде жайып аламын, өзімнің ыңғайыма қарап. Қамырды тым жұқа етіп жаймаймыз, кішкене орташа көлемде, өйткені ортасындағы салмасы еттен болғандықтан жұқа етіп жайып қойсаңыздар, қамыры бірінші пісіп қалып, жаңағыдай еттері пісіп үлгермей қалады. Енді осылай стаканның көмегімен ойып аламыз да, салмасын салып түйуді бастаймыз. Мен салманы жалпы көбірек саламын. Қамырды бір-біріне беттестіріп, шеттерін басып шығамыз. Екі ұшын ортасына алып келіп түйеміз. Міне өте оңай әдісі. Қараңыздар, қандай әдемі шықты. Кастрюльге суды құйып, қайнатуға қоямыз. Лавр жапырағы мен тұз қосамыз. Тұзы еріген соң, міндетті түрде дәмін көріңіз. Тұздың дәмі орташа болу керек. Енді қайнап тұрған жерінен тұшпараларды саламыз. Салып жатқан кезде міндетті түрде арасына қозғап тұрыңыз, өткен түбіне жабысып қалуы мүмкін, қамыр болғандықтан. Қатты отта бетін толықтай жауып, піскенше күтеміз. Арасында ашып, араластырып тұрыңыз. Міне бізде дайын пісіп шықты. Шамамен 15 минутта ісіп, көлемін үлкейтіп, осылай. Енді тағы бір әдіс, одан да дәмді болу үшін, егерде қолдың сармайы болса, немесе майлығы жоғары сармайды алып, кішкене ертіп аламыз да, осының үстіне ыстық тұшпараларымызды сүзіп аламыз. Кішкене араластырып, жақсылап. Одан кейін тарелкамызға салып, майонез немесе қаймақпен ұсынасыз. Осымен достар, біздің тұшпарамыз дайын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.